Әсілінде көлікті жолсызда тексеру үшін асфальттан шетке шығу керек. Бірақ Қазақстан ерекше мемлекет қой. Машинаның оффроудтық қасиеттерін байқау үшін Алматы Нұрсұлтан республикалық трассасымен жүріп өту жеткілікті. 22 жылда еліміздің ең ірі қалаларын, мәдени және экономикалық орталықтарын жақсы жолмен жалғай алмадық. Жол сапасының халықаралық рейтингісінде Қазақстан Гондурастан төмен тұр. Ал ең өкініштісі, Астанаға апарар жол көптеген өмірлерді жалмады. Алыстана балағынша жақыннан дұрбалам, көтіңді қыс балам, ол жақта сенің ешкімің жоқ, суық айдала. Мен айттым папа қорықпа, қайттан оралам. Өмір жалғыз, уақыт жылдам, үздіксіз қосыла береді жылдар жылға. Оңай емес білейін, тағдыр тартысы, бірақ тақ көрейін тырысып. Мүмкін қол жеткізбейсіз, бұл дөрелес, бұл мүмкін сенді. Жолға шықтық, бас киімді шешуге рұқсат етіңіздер. Бисмилля. Бізде люкс комплектациясы 7 орындық Terra деген төменгі жиынтығын сатып алуға кеңес бермеймін. Престижде, аса престижді емес, оның тіпті навигациялық жүйесі жоқ. Люкс және Executive Lounge must have. Land Cruiser'дің сыртқы пішіні көзге әбден жатталған. 2016 жылы соңғы фейслифтинг болды. Атап өтетін өзгерістер алдыңғы торға, бамперге, мотор қақпағына және оптикаға қатысты. Байқасаңыздар, хром детальдар өте көп. Оны мына алдыңғы тордан ақ байқауға болады. Executive Lounge'тың мына етегі біздікінен де төмен, оның да хромдары көп. Бұл оффроудтық қасиеттерін кішкене төмендетеді, өйткені мынаны оңайлықпен сырып алуға болады, содан қорғасын тау тасты аралаған кезде. Салон туралы әңгімені отырыс қалпынан бастайын. Маған TLC-де отырған ыңғайсыздау. Бұл рамалық конструкцияның кесірі, өзіңді тақтайда отырғандай сезінесің. Материалдар сапасына уәж айта алмаймын, бұлай жаман емес. Енді Lexus 570 пен Land Cruiser 200-дің айырмашылығы туралы айта кетейінші. Маркетологтар нақты екеуін бөліп тастаған. Ақшаң аздау ма, Land Cruiser ал егер комфорт керек болса 570-ті сатып ал. Көптеген нәрселер 200-дікте жетілдірілмеген. Модельдің өзі ескі болғандықтан біраз нәрсе артта қалды. QI стандартына сәйкес сымсыз қуаттау жүйесі бар, бірақ мынаның қақпағы жабылмайды. Сосын пеш сияқты мынаның іші ыстық. Телефонды қуаттап қана қоймай, оны қуырып жіберуі де мүмкін. Орталық консольда артық заттарды, телефондарды қоятын жер жоқ деп айтуға да болады. Мультимедиасы бронтозаврдың боғы сияқты ескі. Реверске салғанда 360 камерасы қосылады, бірақ көрсетілімнің сапасын қараңыздар. Land Cruiser 200 қара түсті тік 4 бұрыштың ішінде. Ұят қой, бұл Toyotаның деңгейі емес. Климат бақылау блогын, мультимедиялық жүйені және саймандар панелін 3 адам жасап, бір-бірімен ешқашан көріспеген, сөйлеспеген сияқты ғой. Байланыс жоқ ортада. Желдеткіштің екпінін мәжбүрлі түрде төмендету батырмасы жоқ. Қараңыздар, міне жел екпінді соғып айғайлап кетті. Оны біз тек қана мына сенсорлы монитордан ғана төмендете аламыз. Бұл ыңғайсыздау, физикалық батырманы орнату маңызды еді. Орталық консольда рөл жылытқыштың батырмасы бар. Еннеге жанында терезе жылытқыштың батырмасы жоқ. Трансмиссиясы 6 сатылы сенімді iSyn AB60F деген индекспен жүреді. 570-ші Lexus'та 8 сатылы автомат. Егер бізге Land Cruiser 5-те 7 мотормен келген кезде 8 сатылы автоматы орнатылушы еді.
Multi-Terrain Select системасының лай, құм, тастақ, дөңес жерлерді және ірі тастарды еңсеруге арналған бағдарламалары бар. Өкінішке қарай, артқы дифференциалды мәжбүрлі түрде бұғаттауға болмайды, дегенмен ось аралық дифференциалды бұғаттауға мүмкіндік бар. Біз қазақтың Қуаң даласына нәр берген Балқаш жағалауындамыз. Қазір оның техникалық әлеуетін көрсетем. Қазақтың табиғаты неткен ғажап. Қазір далада -10, кісілер жоқ, сондықтан көліктің оффроудтық қасиеттерін тексеретін уақыт. Оны қалай істейміз? Түсіндірейін. Қазір селектор тұтқасы паркингте тұр. Нейтральға салған кезде төмендетілген толық жетекті қосуға болады. L4 пен жүріп бара жатқан кезде трансмиссия қыспаққа алынғандай сезім туындайды. Алқымынан алып, оған тыныс бермей тұрғандай мотор. Бірақ соның арқасында 4 дөңгелек баяу жұмыс істеп сізді алып шығады. Қазір құмды біраз қопарған соң Балқаш маңындағы Бектау атаға барып, таспен төмен сырғып жоғары өрмелеп, көліктің тағы қандай мүмкіндіктері бар екенін тексереміз. Бәрі сіздер үшін, достар, бәрі сіздер үшін. Мұнда Геленвагендегі сияқты екі белдігі жоқ, амортизаторлары қарапайым. 2016 жылға дейінгі Land Cruiser'дің тіпті актив контрол жүйесі де болмаған. Пневма орнатылсын десеңіз, Executive Lounge деген нұсқасын таңдау керексіз. Негізі ұят нәрсе. 33 миллион тұратын көлікте пневма болу керек қой. Алдында екілік интіректер, ал артқы жағында белдікке қондырылған серіппелер. Multi-Terrain Select'тің ірі тастар деп аталатын кезекті бағдарламасын сынақтан өткізіп көрейік. Crowd Control деген системаны іске қосамыз. Әрине дыбыстары қорқынышты, бірақ бұл аспан мен тежеуіштің жұмысы. Аяқ толықтай алып тастадым мен педальдан. Және электронды жүйе өзі бізді сүріп жатыр таудан. Аспа жүрісінің аралығын қараңыздар. Бұл нағыз жол талғамайтын көлік. Келесі Land Cruiser рамалық конструкциясынан және V8 моторынан айырылуы мүмкін деген сыбыс бар. Land Cruiser 200-дің қозғалтқышы сенімді. Мотор гаммасында нашар үлгі жоқ деп айтуға болады. Америкалықтар жақсы көретін 5-7 литрлі қозғалтқыш бізге әкелінбеді. Өйткені нарықта LX 570 бар. Әу баста мұнаған Land Cruiser 100 моделінің 2UZ FE-сі қойылған. Кейін 4-6 литрлі бір UR FE орнын басты. Бойында 315 аттың күші бар. Бұл 2UZ FE сияқты сенімді V8, бірақ жөндеу мен қызметі қымбатырақ. Ресейде дизельді қозғалтқыштар қолжетімді, алайда Қазақстанда сұранысы төмен. Сол себепті Toyota крузактарды біздің елде дизельді қозғалтқышпен сатпайды. Сонда 13 жылда не өзгерді дейсіздер ғой? Ақылды кісілер КДСС системасын ойлап тапқан. Жүйе көлденең тұрақтылық стабилизаторының қатаңдығын өзгертеді. Оффроудта жүріс аралығы ұзарып, түзу жолда қысқарады. Екінші қатарда орын жетеді. Әкімдер не үшін Land Cruiser жақсы көретін енді түсіндім. Мына жерде бүйтіп жалпайып жатасың. Климат бақылау блогына қараңыздар. Off деген жазумен 3 батырма бар. Не керек ол? Адамдар кейде шатысады. Олар желдеткішті өшірем деп, орындық жылытқыштың off батырмасын басады. Негізінде ол мынау.
Жарайды, ұсақ түйектер үшін тиіспей-ақ қояйын. Land Cruiser 200 салтанатты көлік. Бұған мініп алып, бизнес кездесуге барсаң ұялмайсың, тіпті той күні жас жұбайларды отырғызып алып, қалада қыдыртуға да болады. Сәлеметсіз бе? Мәке, той құтты болсын. Рахмет. Көңіл күй қалай? Жақсы. Билейміз. Мінекей жас жұбайларды неке сарайына әкеп тастадым. Махаббаттарың баянды, жанұяларың Land Cruiser сияқты мықты болсын, Мәке. Құтты болсын, рахмет. Жақсы. Самая лучшая машина. Мұхтарам жамағатқа әйгілі Toyota Land Cruiser бизнесменге, ауыл әкіміне, саяхатшыға, министрге, тіпті Олимпиада чемпионына жарасады. Toyota Land Cruiser 200 мықты инвестиция, облигациядан артық актив. Колеса KZ-тен бағасын көріп едім, 2009 жылы 12 миллион тұрған 200-дік әлі 12 миллион теңге тұрады екен. Парадокс. Бауырлар, жаңа Land Cruiserге ақшаңыз жетпесе қайғырмаңыздар. Ескіні жаңартуға болады. Қалай екенін түсіндірем. Мына көліктің иесі Алматыға Омбыдан келген, өйткені Қазақстанда тюнинг арзан. Көліктің мотор қақпағы, алдыңғы торы, оптикасы, бамперлері, шеткі айналары ауыстырылған. Бұның бағасы 1 миллион мен 1,5 миллион теңге арасында. Неге? Өйткені кейбіреулер, мысалы, мына етекті қаламайды. Ол кезде тюнингтің бағасы кішкене болса да арзандайды. Міне, осылайша ел жұртты алдауға болады. Сырттай жап-жаңа Land Cruiser, бірақ бұл негізі 2008 жылғы. Оны мына дисктерден ақ байқаған шығарсыздар. Бірақ иесі тәуір дискілерді Омбыда сақтап отыр, үйге жеткен соң қояды. Land Cruiser 200 2007 жылы алғаш рет таныстырылғаннан бері 2 рет рестайлингтен өтті. Модельдің 13 жыл бойы түбегейлі өзгермей жатқанын оңай түсіндіруге болады. Көліктің конструкциясы консервативті, аудиториясы да тура сондай. Ел жұрт крузакты қарапайымдығы үшін жақсы көреді. Қазақстанда 200-дікті сатып алғысы келмейтін ауыл әкімі жоқ. Енді минустарында айта кетейін, Land Cruiser 200-дің тежеуіштері нашар. 2,6 тонналық көлікке инженерлер мықты тежеуішті әзірлеу керек еді, бірақ оны рестайлдан да, екінші рестайлдан да байқамадық. Сосын қапталдардан жел соғатыны бар. Минус 20 градуста кәдімгідей мерден аңыратқан кезде тізеңіз тоңып кетеді. Үшінші кемшілігі, тіпті негізгісі деп айтуға болады, ол көліктің көп сұйық отын тұтынуы. Аралас циклда 20 литрден асып кетеді. Ал ұзақ жолда мінекей 18-19 литрді көрсетіп тұр. Көліктің жылдық салығы сұмдық. Сұйық отынды да көп тұтынады, бірақ Land Cruiser алатын адам алдын ала мұның бәрін білу керек қой. Сондықтан крузактардың иелері жыламаңдар. Ақшаларың бар ғой. Аспанмен таласқан, тауларын қар басқан, арқырап өзені тербейлі әуені, адам екенім менің, бірлігі жарасқан, елігі жырастан. Land Cruiser біздікі, наш Land Cruiser. Таңдары арайлы, таңсана қараймын, атам екенім менің. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Toyota Land Cruiser кейбір кемшіліктеріне қарамастан жүректерінен орын алған машина. Бұл көлікпен ет тасуға болады, аңшылыққа жарамды, тіпті мәдени ошақтың жанында қисынды көрінеді. Арнаға жазылып, лайктарды пытырлатып жіберейік, ағайын. Келесіде көріскенше аман сау болыңыздар. Атулыға жарасқан, атам екенім менің.